Баршаңызға сәлем, құрметтілерім, сіздермен Динара. Бүгін сіздерге дәмді рецепт және скумбрия балығын дайындаудың қарапайым әдісін ұсынамын. Ол үшін алдын ала ертілген және тазартылған скумбрия қажет. Пияз, кесілген және сүйегінен тазартылған лимон, ақ желкен және аскөк, тұз, қара бұрыш және фольга. Фольганың бетіне скумбрия балығын салып, дәміне қарай тұздап және қара бұрыш сеуіп аламын. Содан кейін балықтың астына туралған пияз саламын. Ал балықтың өзін барынша лимонға, аскөк және ақ желкенге толтырып фольгаға ораймын. Пісіру кезінде сұйықтық ағып кетпеу үшін балықты видеода көрсетілгендей орау керек. Балық пеште 220 градуста 40 минут бойы пісіріледі.
мінекей скумбрия балығы дайын. Дәл осы рецепт бойынша отбасыңызға дайындап берсеңіз, ұнайтынына сенімдімін. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздерге ұсынған рецепт және видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып тіркелуді ұмытпаңыздар.